Бағдат Мусиннің осы қызметінен кетуі, болмаса қызметін ауыстыруы осыған байланысты ма деп мен өзім ойлаймын. Өйткені мынау Каспий теңізі арқылы 5G-ді жаңағы теңіз астымен алып кеп, сол арқылы Қазақстанда жаңағы жалпы қолжетімді интернет мәселесі түбегейлі шешілу керек еді. Осы мәселе айтылды, шешілмей қалды. Мен ойымша соның салдарынан ол кісі жұмысын ауыстырған шығар деп ойлаймын. Одан кейін енді Жасұлан Мәдиев келді. Келгеніне де біраз уақыт болып қалды. Ол кісі мүмкін айналысып жатқан шығар, бірақ әлі нәтижесін мен көре алмай отырмын. Өйткені бүгін күнде шын мәніндегі айтатын нақты ақпарат, мысалы, менің өзімнің туған өлкем Мойынқұм ауданы. Жамбыл облысының Мойынқұм ауданында 26 мектеп бар. 26 мектептегі интернеттің жылдамдығын қағаз бойынша мен барлығын алғам. Менің кабинетте столым үстінде жатыр. Ал енді соның ішіндегі менің өзім туып өскен ауылым Құмөзек ауылы, Ыбырай Алтынсарин орта мектебіне барыңыз. Келісілген келісім шартпен төленіп отқан ақша басқа, интернеттің сапасы мен жылдамдығы басқа. Яғни мемлекеттен қаржыны Қазақтелеком алып отыр, бірақ жұмысты орындамай отыр. Бұл тек қана Алтынсарин мектебі емес, бұл жалпы Мойынқұм ауданындағы көптеген мектептерге тән нәрсе. 16 деп жазады, о жерде 8. Егер тексеріс жүргізсе, о жерде ақша жеңгені байқал, коррупция, сыбайлас жемқорлық. Мен сол үшін өткен аптада депутаттық сауалда мен 2 адамға жолдадым ғой. Біріншісі Бектенов мырзаға, екіншісі бас прокурор Асылов мырзаға. Міндетті түрде солардың барын тексеріп, осы күнге дейін интернеттің сапасы неге болмады, неге қаржы жұмсалды, ол қаржыны кім игерді және не үшін ол мақсатсыз жұмсалды деген мәселені анықтап, сол адамдардың үстінен іс қозғап, жауапкершілікке тарту мәселесін мен жолдадым. Жауап келген жоқ па? Жауап әлі келген жоқ, уақыт болған жоқ, оған да жауап күтеміз.